Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Отыра қойыңыздар. Оқушылар, бүгінгі біздің сабағымызда бастамастан бұрын сыныптың ішінде психологиялық ахуал тудырып жіберейік. Яғни, ол дегеніміз бір-бірімізге жақсы тілек, жақсы сөздер айтамыз. Яғни, мына жерде біз топ-топпен отырмыз ғой. Сол сияқты, мысалы, бірінші топ, екінші топқа, немесе үшінші топқа деген сияқты оқушыларға өзіміздің жақсы тілектерімізді айтамыз. Бірінші топтан бір оқушы тұрып, айта ғой. Оқушылар, бүгін сендерге жақсы тілеймін. Жақсы, жарайсың. Тағы айтарың бар ма? Жақсы, отыра ғой. Келесі екінші топ. Кім айтады? Біреуіңіз тұрып айтауыңыз, майтын айта қойшы кел. Оқушыларға не тілейсің бүгінгі күнге? Бүгінгі күнің сәтті өтсін. Жақсы, жарайсың. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Ал үшінші топ. Айта ғой. Бүгін ұлы балалар. Жақсы, жарайсың. Бүгінгі сабақта барлықтарыңыз 10 ұпай алыңыздар дейді Мейіржан, жарайсың. Алда бізде қандай мейрам келе жатыр? 25 қазан республика күні келе жатыр. Біздің Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін қай жылы алды? Жарайсыздар, 16 желтоқсанда алды. Енді соған байланысты біз оқушылар алдарыңызда топқа бөлініп тұр. Көрдіңіздер ғой, бірінші топ бізде ту тобы, және екінші топ елтаңба тобы, үшінші топ бәйтерек тобы болып бөлініп тұр. Енді дәл осылай менің алдымда қағаздар тұр. Соны таңдау арқылы сіздер қай топқа түсетіндеріңізді біліңіздер. Келіңіздер барлықтарыңыз кез келген таңдап біреуін алыңыз. Кез келген біреуін алып, сол орынға отыра қоямыз. Кім қай топқа түсті? Жарайсың, сен өз тобыңда қалдың, бірінші топта отыра қой. Отыра қой, екінші топта, дұрыс. Болдық па, оқушылар? Қазір үй тапсырмасын қайталаймыз. Яғни үй тапсырмасын қайталауымыз үшін бізде ұяшық әдісі арқылы қайталайтын боламыз. Әр топтан қазір сұраққа жауап береді. Және де оқушылар, мына жерде сіздер парталарыңызда шоколадта тұр, Қазақстан шоколады тұр. Осы шоколад арқылы біз әр топ келесі топты бағалап отырамыз. Яғни екінші топ жауап берсе, бірінші топ бағалайды. Бірінші топ жауап берсе, үшінші топ бағалайды. Үшінші топ жауап берсе, екінші топ өзінің бағасын беретін болады осы шоколад арқылы. Ал кеттік. Бірінші топтан кім шығады бізде? Келе ғой, кел, София, кел. Өзің қалаған бір ұяшығыңды таңдаймыз. Сұрақты оқи ғой. Рахмет сөзіне хабарлы сөйлем құра. Жақсы. Хабарлы сөйлем құраймыз. Рахмет сөзіне хабарлы сөйлем құра ғой. Анасы мені өмірге әкелгеніңізге рахмет. Жақсы, жарайсың. Енді бірінші топты кім бағалайды? Бағалауың дұрыс па? Бір шоколадты Софияның тобына бірінші топқа апарып сала қойыңыздар. Жарайсыңдар. Келесі екінші топтан кім шығады? Дархан, келе ғой, кел. Кез келген бір ұяшықты таңдаймыз. Сұрақты оқи ғой. Мәтіннің түрлерін ата. Сипаттау мәтіні, пайымдау мәтіні, әңгімелеу мәтіні. Жарайсың. Дұрыс па, оқушылар? Енді екінші топты кім бағалайды? Бірінші топ, бағалай ғой, өзіңнің бағаңды бер. Келесі, үшінші топтан кім шығады? Кел, Мейіржан. Кез келген ұяшық таңдай ғой. 3-пен бізде 8-ге 4 кетті. Сұраңды оқы ғой. Сөзінде неше дыбыс бар? Оқушыларға қарам. 5 дыбыс. Дұрыс. 5 дыбыс бар. 5 дыбыс бар. Пияз сөзінде неше әріп? 5. Неше әріп? 4. 4 әріп.
яны екіге бөлеміз. Иә, яғни ол бізде екі дыбыспен қосарлы дыбыс болып есептеледі. Дұрыс па жауабы? Отыра ғой. Бағалаймыз. Үшінші топты, екінші топ бағалаймыз. Барып, өздеріне бере қойыңыздар. Келесі, тағы кім шығады? Тағы басқа кім? Кел, Әлімхан. Кез келген бір ұяшты таңда. Бізде 3, 4, 5 кетті. Жақсы. С дыбысы қандай дыбыс? С дыбысы қандай дыбыс? Айта ғой. С дыбысы дауыссыз қатаң. Жарайсың. Дауыссыз қатаң. Дұрыс па оқушылар? Бірінші топты кім бағалайды? Үшінші топ бағалаймыз. Өзіміздің бағалаймыз. Оқушылар, бүгін үй тапсырмасын түсіндік қой осымен? Барлығыңыз түсіндік. Енді бір-бірімізді бағаладық. Келесі бізде бүгінгі тақырыбымыз. Яғни, бүгін бізде қандай тақырып өтеміз? Сөйлеу мәдениетіне үйренемін. Бүгінгі күннің жадын жазып қойыңыздар дәптерімізге. Қазанның 24 сынып жұмысы, 32 сабақ. Бүгінгі тақырыпта бізде сөйлеу мәдениетіне үйренемін. Сөйлеу дегеніміз не, оқушылар жалпы? Сөйлеу дегеніміз не? Сөйлеу үшін бізге не керек? Тіл керек, тіл керек. Тіл адамдар арасындағы қарым-қатынас құралы болып табылады. Ол сөйлеу арқылы сыртқа шығады. Ал сөйлеу бізде екі ерекшелік байқалады. Яғни біріншісі адамдарды сөйлегенін қабылдау және оны түсіну, ал екіншісі түсінген ойды басқа біреуге жеткізу болып табылады. Яғни біз біреудің айтқан түсінеміз және де оны сөйлеу арқылы түсінеміз. Екіншісі ойдың дұрыс жеткізілуі. Яғни біз сөйлеген кезде қалай сөйлеуіміз керек біз? Мәдениетті сөйлеуіміз керек. Ал мәдениетті сөздерге бізде қандай сөздер жатады? Мысалы айтыңдаршы, қандай сөздер бар? Кешіріңіз, рахмет айтамыз, алғыс айтамыз, сыныпқа кіріп келген кезде, бір жерге барған кезде не деп амандасамыз? Сәлеметсіз бе, қалайсыздар деген сияқты әдемі сөздермен айтуымыз керек біз, Енді балалар, кітабымызда бізде сурет берілген, 51 жаттығуды қараймыз. Бұл жерде екі сурет берілген. Бұл жерде бала қайсы әдептілікті сақтамады деп ойлайсыздар? Сұрақтары берілген. Қайсы бала бізде әдептілікті сақтамады? Дұрыс, екеуде не үшін? Бір суретте үлкендердің жолын кесіп бара жатыр. Кесіп бара, және де аяғына не киіп алған? Ролик киіп алған, ондай құралдармен, роликтермен және де велосипед сияқты қатты жүретін құралдармен адам жүретін жолмен өтуге болмайды. Не үшін? Не үшін өтуге болмайды? Дұрыс. Ол жерде кішкентай баласымен өтіп баратқан аналар болуы мүмкін, үлкен қариялар болуы мүмкін. Оларды сіздер қағып кетуіңіз мүмкін. Ал екінші суретте бала үлкен апайды. Бұл қай жер бізде бұл? Дұрыс, автобустың іші бұл, Автобус адамдарды итеріп жүр. Итеріп бара жатыр, ештеңе қарамастан кетіп бара жатыр. Ал біздер өзіміздің аялдамамызға келген кезде, егер де адам көп болған жағдайда не істейміз? Қандай сөздер айтамыз? Кешіріңіз, менің аялдамам келді, өтіп кетсем, бола ма, мен түсуім керек еді деген сияқты мәдениетті сөздерді қолдана білуіміз керек біз, Енді балалар, осыған байланысты сіздерге жағдаятты шешіп көрейікші. Ортаға бізге екі қыз бала келіңізші. Келе қойын, екі қыз бала келе қойындар, кел. Әлімхан және де бір ер бала тағы да Дархан келе қойшы, кел. Тақтаға шығайық. Орындықтарымызды алып келейік. Сіздерге бір жағдаят, оқушылар бәріміз қараймыз. Бір орында, үш орында алып келе қойыңыз. Үш орында алып келеміз.
Сіздер автобустың ішінде отқан секілді отырамыз барлығымыз. Я, отыра бер, сол жерге отыр. Бұл бізде автобустың іші деп елестетейік. Ал Дархан бізде кім болады? Я, жақсы, қария болады. Басына тақиясын кигізейік, рөлге кіріп, енді бізге қария болып автобусқа кіріп кел. Бізде автобуста басқа орын жоқ. Кіріп кел. Я, не істейміз бұл жағдайда? Не істеуіміз керек біз? Я, орын беру керек біз, дұрыс. Дұрыс жасады ма бұл жерде? Я, дұрыс жасады. Қыз бала орын берді. Бірақ кім орын беру керек еді, оқушылар? Не үшін ұл бала беру керек? Себебі бізде ерте заманда қыз баланы төрге отырғызып, қыз баланы қонақ деп күткен, қыз баланы құрметтеген. Сол үшін бізде ер бала сен тұрып орын беру керек еді. Қалған оқушылар, ер балда сіздердің де естеріңізде болсын. Автобуста осындай жағдай туындаған кезде бірінші кім орын беру керек? Ер бала, ұл бала орын беру естеріңізде болсын. Жақсы ма? Жақсы, отыра қойыңыздар. Орындықтарды алып кетеміз. Келесі оқушылар, дәптерімізді ашамыз. Енді бүгін дәптермен жұмыс жасайық. 52-ші жаттығуды қараймыз. 52-ші жаттығу. Дәптермен жұмыс. Тапсырмасын оқи қойшы, Дархан. Қоғамдық көлікте өзін қалай ұстау керектігі туралы ережені толықтырып жаз. Дұрыс. Бізде қоғамдық көлік, жаңа қоғамдық көлік сіздерге мысал келтірдік, оқушылар. Енді соған сіздер неше ереже? 3-4 ереже жаза қойыңыздар. Дәптерімізді ашып, 3-4 ереже жазамыз. Яғни бірінші ереже бізде тұр мына жерде, үлкендер мен балалы әйелдерге орын беру керек дейді біріншісінде. Екіншісінде не істейміз? Екіншісінде Мейіржан айтшы, екіншісінде не істеуіміз керек? Ережесінде автобуста жүгірмеуіміз керек. Дұрыс, автобуста жүруге болмайды. Жазамыз дәптерімізге әдемілеп. Иә, жазамыз. Ал оқушылар болған болсақ, келесі бізде бірінші топ бастайды. Бірінші топтан айтамыз. Біреуін айта, бір ереже айта ғой. Алдыңнан үлкен кіші шықса, орын беру керек. Дұрыс, жарайсың, үлкен кісі келсе, орын беру керек. Екінші тағы ереже бар ма? Айтасыздар ма? Айта ғой. Автобуста адамдарды итеруге болмайды. Иә, дұрыс, итеруге болмайды, дұрыс, жарайсыңдар. Екінші топ, Дархан айта қойшы. Автобуста қатты дауыс шығаруға болмайды. Дұрыс, өте жақсы, қатты дауыс шығарып, сөйлесуге болмайды. Келесі үшінші топтан кім айтады? Үшінші топтан. Мейіржан айта ғой. Дұрыс, иә. Келесі Мадина айта ғой. Дұрыс, өте жақсы. Жарайсыңдар оқушылар. Енді барлық оқушылар бір-бірден бағалап шыға қойыңыздар. Бірінші топ, екінші топты, екінші топ, үшінші топ, бірінші топты бір-бір шоколадтан бағалап шыға қойыңыздар. Алдарыңызда бізде қағаз бар, қараймыз. Қағаздарымыз бар, алдарымызда. Топтың астында қағаздарымыз тауып алайықшы астында. Әр топта бір-бір қағаздан ашамыз. Қағазда бізде не берілген? Өлең шумағы берілген, Енді осы өлең шумағына байланысты сіздер іс-қимыл көрсету керексіздер. Яғни, мысалы мен сіздерге бұны емес, басқа бір мысал көрсетейін. Мысалы, Аю отыр партада. Оны айтпайсыздар, бірақ барлығыз қосып айтасыздар, бірақ іс-қимылмен көрсету керексіздер. Яғни, Аю отыр партада, екі қолы қалтада. Апай сабақ сұраса, ұйықтап қапты, масқара деген сияқты өздеріңіз қимыл көрсетіп, топ болып шығу керексіздер. Әр топ дайындаймыз, өзіміз дайындайық. Бірінші, ана өлеңді оқиық, топ болып, төртеуіңіз бірге қимылдау керексіздер. Топ болып, бірінші топ болып, жақындан. Қай топ дайын? Ал
3-ші топ дайын екен, шыға қойыңыздар 3-ші топ. Тыңдаймыз қалған топтар, тыныштығамыз, тыңдаймыз. Бастаймыз. Тез балалар оқылып, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылып. Оқыңыздар балалар, самнан шырап жағылар. Тілегенің алдында іздемей-ақ табылар. Жақсы, жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Келесі, кім дайын? 1-ші топ шығамыз. Шық. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр мұқыл қара, жуынып киімінде шап-шаңыра. Ережесін білесіздер ғой? Қандай жермен жүру керек, иә? Иә. Дұрыс, бағдаршамға қарау керек, дұрыс, оңға, солыңа қарап өту керек. Сол сияқты сол ережелерді топтастырып, өздеріңіз ұжым болып, осы жерге жазамыз 1-ші, 2-ші деп белгілеп, әдемілеп жазып, қазір тақтаға шығып, топ болып қорғаймыз. Жазамыз, тез-тез жазамыз. Оқушылар жазып болдық ба? Ал енді қай топ шығады 1-ші? Ал 1-ші топтан баста бәрін дайын екенсіздер, жақсы жарайсыңдар. 1-ші топтан бастаймыз, барлығымыз шығамыз. Бағдаршамның жасыл шамы жанған кезде жүру керек. Жарайсың, дұрыс. Келесі. Тыңдап отырамыз, қазір бағалайсыздар. Бағдаршамға қарап өту керек. Жарайсың. Жолда велосипед және басқа да заттармен жүруге болмайды. Жолдан өтетін кезде велосипедтен түсіп, велосипедті ұстап өту керек. Дұрыс, жарайсыздар. Қабылдаймыз ба? Дұрыс, отыра қойыңдар. Келесі. 3-ші топ келе қойыңдар. Бағалаймыз, бірімізді қазір бәрімізді болайық, содан кейін бағалап кетеміз. Адамдар жүретін жолмен жүру керек. Көлікте қарап жүру керек. 2 шкалатпен 2 ұпаймен баға, себебі ол топты олымыз қой. Сол үшін 2 ұпаймен бағалаймыз әр топты. 2 ұпаймен. Қай топты бағалайды? Сіз бағалы, дұрыс. Жақсы. Енді келесі оқушылар топтық жұмысы болды. Алдымызға қараймыз. Кітабымызды ашамыз. Бізде келесі жаттығу 53-ші жаттығу. Бұл жерде бізде не өтіп тапсырмасын оқышы? Тәтия оқыш. Өлеңді оқы. Өлеңді оқимыз. Біріншіден бір оқып берейін. Бала қайды жұбатып ек. Апай айтты. Рахмет. Малды өріске ұзатып ек. Атай айтты. Рахмет. Көк шыбықты құлатып ек. Айтпады ешкім. Рахмет. Бала қайды жұбатып ек. Апай айтты. Рахмет. Малды өріске ұзатып ек. Атай айтты. Рахмет. Көк шыбықты құлатып ек. Айтпады ешкім. Рахмет. Оқушылар, алғысты қай кезде айтамыз? Мысалы, Мержан, айт сен болып тұрып айтшы, қай кезде алғыс айтасың өзің? Анам тамақтан кіргенде, апам сабағын өткізгенде. Жарайсың, дұрыс. Және Зере, айтшы, сен қай кезде алғыс білдіріп жүресің? Анам дүкеннен барып балмұздақ алып берген кезде, әкем сабақ көмектесті. Жарайсыңдар. Осындай кездерде біз не айтамыз? Рахмет айтамыз. Бізге көмегі тиген кезде өзіміздің алғысымызды білдіреміз. Ал егер бұзықтық жасаса, тентек болса, оған біз алғыс айтамыз ба? Сол сияқты бізде өлеңнің соңында көк шыбықты құлатып ек, айтпады ешкім рахмет дейді. Яғни ол бұзықтық болғаннан кейін олар кім айтады рахмет? Ешкім де айтпайды. Үй жұмысын жазып аламыз. Үй жұмысына 54-ші жаттығуды аламыз. Үй жұмысы дәптерді жазып
birse kiri байланыс, яғни алдарыңызда ноутбуктар арқылы бүгінгі сабақты бағалап кетеміз. Ноутбукты ашамыз. Ноутбукта сіздерде бағдарлама тұр, сол жерге өзіңіздің тобыңызды жазасыз, және де сабақ ұнады, ұнамады деген сияқты өзіңіздің пікіріңізді жазасыз. Сіздің пікіріңіз менің интерактив тақтама көрініп тұратын болады. Апай. Екінші топ неде жазып едіңдер? Отырамыз. Оқушылар, біз жаңа сабақ барысында әр топ бір-бірімізді бағалап отырдық, иә? Сол жерде енді кімнің қоржынында көп тәтті бар, санайықшы. Төртеу. Жақсы. Бұл жерде төртеу болғанымен бізде барлығымыз бір сынып болғансын, барлығымыз бізде достықпен барлығымызға осындай купон беріледі. Жеңілдік купоны арасынан өздеріңіз таңдап аласыздар. Бұның ішінде әртүрлі купон бар. Яғни біреуінде үй жұмысын орындамау, біреуінде кез келген күнде мен сіздерге 1 балл қойып бере аламын. Және де сабақ айтып тұрған кезіңізде досыңның көмегін сұрауға болады деген жеңілдік купондары бар. Қазір сіздерге таратып беремін. Сонымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.